Ынтымақ күнін Қарғалы селолық округінің жұртыда ерекше тойлады. Айтулы мерекені мектеп, балабақша, мекеме ұжымы, геолог мәдениет үйінің өнерпаздарымен бірлесіп өткізді. Сахна төрінде ән айтылып, бейбеленді. Патриоттық әндер тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлады. Мұнда әр ұлттың тағамы қойылған, көрме де ұйымдастырылды. Бүгін 1 мамыр халықтар ынтымақтастығы мен достығы бірлігі күні. Өздеріңізге белгілі 100-ден астам ұлтты жинаған қазақ халқы бүгінде бейбітшіліктің, бірліктің орталығы болып отыр. Біздің елімізде әрдайымда кез келген ұлт үшін орын табылады. Құшағымыз кең. Бүгінде Қарғалы селолық округінде 30-ға жоқ өзге ұлт өкілі тұрады. Олар әр мереке сайын жиналып, түрлі шаралар өткізеді. Биылда әдеттен жаңылмай бас қосып, тілектерін жеткізді. Тілі басқа, тілегі бір, жүзі басқа, жүрегі бір халықтың достығы көп ұлтты еліміздің өзіндік үлгісі десті. Мен өзім 1994 жылдан бастап Қазақстанда тұрып жатырмын. Ұлтым татарка. Каждый мерекелерде қазақтар, татарлар болып бірге әрбіріміз жиналып, бірге жиналамыз, ойын күлкімен өткіземіз. Қазақстанға ренжуім жоқ, жақсы, берекелі Қазақстанымыз. Әйтеуір елімізде тыныштық болсын, нан көп болсын. Мен өзім қазақ болам. Біздің семьямыз ұлты әртүрлі. Мен мамам украин, папам қазақ. Көп ұлтты отбасынамыз. Бүкіл дәстүрді сақтаймыз. Наурызда жиналып, осылай бүкіл семьямыз отырып, дастархандас боламыз. Біз осындай тату елде өмір сүріп жатырмыз. Біз соған қуаныштымыз. Еліміз ары қарай дамып, осындай халық тұтастығы бірдей бола берсін. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Бүгінгі 1 мамыр халық достық күні бәрімізге құтты болсын. Түс ауғанша жалғасқан халықтық серуенге келгендер осы өңірдегі өнерпаздардың концертіне